Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай сүзбеден жасалынатын, өте дәмді болып шығатын венский вафлиді жасап көрсететін боламын. Өте жұмсақ, ауызда еритін, өте бір дәмді вафлилардың бірі. Сүт пен айранмен жасалғанға қарағанда осы өте күшті болып шығады екен. Бізге керекті заттар: сүзбе, сары май, жұмыртқа, қант, ұн және де разрыхитель. Ұн бұл жақта көп қосылмайды. Дұрыс тамақтанатын адамдарға да жасап жесе болады. Ең бірінші ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Одан кейін кезекте сары майымызды, жұмыртқа, қант. Керек мөлшерлердің қанша қосылғанын видеоның астына описаниеға жазып қалдыратын боламын. Ұн және де 1,5 шай қасық разрыхителімізді қосып, біркелкі масса болғанға дейін жақсылап миксермен араластырып алатын боламыз. Біркелкі болғанға дейін жақсылап 5 минут шамасында миксерлеп алатын боламыз. Бізде масса осындай қоюлау масса болып шығады. Міне осындай масса болып шықты. Енді вафельницамызды қыздырып, 1,5 шай қасық, ас қасықтан салып пісіреміз. 4-5 минут шамасында вафельницаңызға қарай пісіріп аласыздар, қызартып. Достар, менің әр аптада шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міне осылай қызарып піскеннен кейін аламыз. Енді өте жұмсақ, суығаннан кейін де осындай жұмсақтығын сақтап тұрады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Майлап алсаңыздар да болады, майламасаңыздар да, бірақ жабыспайды бұл вафельница. Бірінші бастапқыда пісірер кезде осылай майлап пісіріп алсаңыздар болады. Кейінгілерін майлаудың қажеті де болмайды. Осылай пісіріп алатын боламыз. Енді өте дәмді болып шығады. Таңғы асқа да керемет үйлесетін таңғы астардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айсұлу.